Ертегілер кейсе. Ертеде алыс бір патшалықта қаршақ терісі, қап-қара шашы бар әдемі ханшайым өмір сүреді. Оны Ақшақар деп атайтын. Ал Ақшақардың өгей шешесі қатал ханым еді. Сұлулықты қызғанатын, қара сиқырды меңгерген. Ал қалың орманның қойнауында 7 ергежейлі бауырлас үй салып, алтын кеніштерінде еңбек ететін. Ол әр таңертең сиқырлы айнадан сұрайтын. Айна, айнам, осы жалғанда кім ең сұлуы? Ал Ақшақар құдық басында құстармен әнге қосылып армандап отыратын. Ол судың айнасына көз салып, бір күні шынайы махаббат табатынына сенетін. Бір күні айна былай жауап берді. Сенен де сұлуы, Ақшақар. Ашуланған ханым аңшыны шақырды. Аңшы, ертең таңертең Ақшақарды орманға алып бар. Бірақ ол қайтып оралмауы керек. Сен мені түсіндің бе? Бірақ аңшының жүрегі тас емес еді. Орманда тізе бүгіп, ол пышағын тастады. Қаш, қызым, артына қарама. Ақшақар жан ұшыра жүгірді. Ағаштар тірілгендей, бұтақтары шеңгел болып ұстайды. Енді қайда барамын? Деді ол өзіне дауыстап. Шаршаған қыз шөпке отыра кетті. Сонда орманның ішіндегі қояндар, бұғы, тиіндер оны айналдыра отырды. Жалғыз емессің дегендей құстар сайрап жіберді. Олар оған бір үйді көрсетті. Үйшіктің терезесінде шамы жанып, мұржасынан түтін будақтайды. Ақшақардың жанары жайнады. Үйшіктің есігі ашық тұрды. Ішінде ешкім жоқ. Ол кіре салысымен үйді жинауға кірісті. Қазанға су құйып, сорпа пісіріп қойды. Кім тұрса да аш болмасын, деді. Бірақ шаршағаны соншалықты 7 кішкене төсекке бірден созылды да, балапандай тыныш ұйықтап қалды. Сол кезде 7 ергежейлі кеніште еңбек етіп жатты. Алмас пен лағыл тауып жүрді. Үйде оларды күтпеген қонақ, әсем қыз күтіп тұрды. Ергежейлілер таң қалды, бірақ оны жылы қарсы алды. Ал сарайда ханым Ақшақарды улайымын деп алмадан у дайындап жатты. Жасыл түтін будақтап, қара құстар үнсіз бақылап тұрды. Ол өз бейнесін бұзып, ежелген кемпірге айналды. Сұлу жүзі жоғалып, орнына әжімді бет пайда болды. Кемпір ергежейлілердің үйшігіне жетіп, Ақшақарды көріп қалады да, оған қызыл алманы созып, қарағым, дәмін татып көр, дейді. Тестеп қалысымен Ақшақардың көзі жабылды. Алма қолынан түсіп, ол еденге ақырын құлап түсті. Олар Ақшақарды әйнек табытқа салып, орманның жайлы орнына қойды. Көбелектер маңайында ұшқан. Сол арада орман жолымен ақ боз ат мінген батыр ханзада келе жатты. Кенет ол алыстан жарық шашқан табытты көрді. Жүрегі бір сезіммен дүрс ете қалды. Ханзада аттан түсіп, бас иіп, табытқа қарай жайлап жақындады. Ергежейлілер тыныш жол берді. Ақшақардың кірпіктері дірілдеп, көздері ашылды.
жүзіне қайта жан кірді. Ханзада оны қолынан ұстап, табыттан шығаруға көмектесті. Бір-біріне сүйсініп қарасты. Жеті бауырлас Ақшақарды құшақтады. Махаббат, достық пен бақыт бір сәтке тоғысты. Ханзада Ақшақарды атына мінгізіп, екеуі бірге қалаға қарай жүріп кетті. Ергежейлілер қол бұлғап қалды. Алыстан алтын тулар желбіреген сұлу сарай көрінді. Сол Ақшақардың жаңа үйі болатын. Сол сарайда олар үйленді. Ақшақар мен Ханзада мәңгілік бақытты болып, бірге өмір сүрді. Ертегі осымен аяқталды. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер KZ сайтында таба аласыздар.